Ақан серінің серіктері. Арқаның ардагер ақыны әрі әншісі Ақан сері қасында бір топ әнші күйші шешен жігіттері бар Атбасар базарына келе жатады. Ойын баққан өңшең от ауыз орақ тілді айтқыш жігіттер жол жөнекей бір ауылға келіп ат шалдыру үшін байдың отауына түсе қалады. Отауда байдың келіні мен қызы отыр екен. Екеуі де қонақ келді екен демей маңқайып отыра береді. Ақандар үйге сәлем бере кіріп төрге жайғасады. Тым-тырыс. Келіншек пен қызда үнде қимылда болмайды. Ерсіге ауысып бара жатқан үнсіздікті Ақан бұзып, келінің сараңдығы түрінде тұр дегенде босаға жақта отырған жас жігіт сөзіліп әкетеді. Менің көңілім екенің бірінде тұр. Ендігі кезекті төрде отырған осы жігіттердің ішіндегі ең мосқалдау алады. Ат соғып алыс жолдан шаршап келдім, есі дертім шаңырақтағы сүрінде тұр. Келіншек пен қыз бұл сөздерді елеңде қылмайды. Сонда тағы бір жігіт, әр нәрсенің өзінің жүйесі бар дегені оның қасында отырған жігіт іліп әкетіп, бұл қыздың бақырауық түйесі бар дейді. Сонда сөзге әлі араласпай отырған тағы бір жігіт, сен екеуің бұл қызға соқтықпаңдар, жаман жақсы болса да иесі бар дейді. Осы сәтте келіншек пен қыз орындарынан тұрады да үйден шыға жөнеледі. Аттанғалы жатқан қонақтарға бай бір жігітін жіберіп үлкен үйге шақырады. Дастарханына құрт, ірімшік төгіп, сармай қойып қонақтарға шай береді. Шай қайнатқан суы ала екен. Осындай дастарханның басында отырған Ақан алдына алғашқы шынаяқ шай келгенде бұлтты түнде тумайтын ай тұрған бірінші жігіт, көктемде өткел бермейтін сай тұрған екінші жігіт, ірімшікпен сықпағырт кімге дәрі, қанты жоқ, кәмпиті жоқ, шай тұрған. Үшінші жігіт, қылшық түскен мұрты бар май тұрған. Төртінші жігіт, қонағасы бермейтін бай тұрған. Бесінші жігіт, мал кешкен томарлан алып келіп лайсудан шай қойған қай тұрған депті. Сол кезде төрде отырған мосқалдау жігіт ең соңынан сөз алып, қой алыста қонақтар келіп қалды, шаңырақтағы сүрін асар даяр тұрған дейді. Осы сөз сүйгеніне өтіп кеткен Сараңбай жылқыдан қысыр емген тай алдырып сойғызып, қонақтарға сый сияпат жасауға мәжбүр болыпты. Ақанды көрген ата. Ақанға 6 жылдай атқосшы болып, қасына еріп жүрдім. Мені атыммен атамай пысық бала деп жақсы көруші еді деп бастайды атақты Ақан сері туралы естелгін Көкшедегі Ақтас ауылындағы Төлебай қарт. Қартайып қалған шағында мені бақыратып қайте бересіңдер деп әнді көп айта бермейтін болды. Басын төмен сап тұнжырап отырып алатын. Сондайда ауылдың бір жөлекпелеу әнші сымағы домбырасын алып жіберіп, Ақанның әндерін жорта бұзып әдей айғайлай жөнелетін. Сері сазына келмей құлаққа түрпідей тиген өз әніне шамданып намыстанғандай болып қалатын. Сөйтіп, төв шіркін әннің берекесін алдың ғой, домбырамды әкеп берші деп еңсесін көтеріп алатында қырандай дүр сілкініп, ек көзі шоқша шайнап әнге басушы еді жарықтық. Дауыс қандай? Қартықтың әсер шығар, сәлпәл жарықшағы бар демесең, сыры кетсе де сыны кетпеген нағыз құлақтан кіріп ойдалатын дауыс. Шіркін тамылжытушы еді-ау. Үні жас кезінде қандай болды екен десеңші. Көбіне құлагерді шырқайтын. Оны айтқанда біртүрлі мұңайып көзіне жас алушы еді. Тыңдаушыларда қайғысын бөліскендей боп егіліп отыратын. Ақыр қандай боп, жұртқа қарап, құлагерімнің ажалына өзім себепші болдым ғой дейтін. Оныңыз қалай дегендерге жайлап отырып мәнісін түсіндіретін. Ол былай болған екен. Батыраш пен Қотыраштың Хамза деген ағасы болады. Ақанның солыста әйел өліп, сыбай салтаң жүрген кезі болса керек. Құлагердің даңқына сол бай Хамза қызығып, Ақан жүйрік қыласына маған сатсын. Төлеуіне 6 ай қарпық ішінен сүйген сұлуын құштырамын. Оған 100 жылқы қосып берем деп сәлемші жібереді. Сонда Ақан сәлемшіні құрғол қайтарып жібереді. Бұл оқиға дәуірі жүріп тұрған Хамзабайдың жүрегіне шемен болып қатады. Екінші жолы Хамза сағынай асына құлагердің әкелінгенін естиді де Ақанға тағы бір сәлем айтады. Сері бұл жолда мақұлдамайды. Серден 2 мәрте тау шалған залым Хамза сол сағынай асында екінісіне құлагерді мерт еткізіп тынған екен. Жарықтық кірпияз өзін таза ұстайтын кісі еді.
Салақ байлардың үйіне сүйресең де аттап кірмейтін. Шаруасы шағын болса да таза үйлерді таңдап түсетін. Дүмше молдаларды сынап күлкі қып отыратын. Бір күні Ақан ағам: «Ал, пысық бала, ат ертте, көрші Жарқайың ауылына барып қайтайық» деді. Жолға шықтық. Күн жылы, жаз ай еді. Ақын ат үстінде тіп-тік тас мүсіндей болып отыр. Сағым ойнаған көк буалдыр даланы қыранша шолып әлденені ойлап келе жатыр. Кенет ол маған бұрылып кейін даланы жаңғыртып шырқай жөнелді. Тұлпары аз, топсаяқтың жабысы көп, қоссаң бәйге алмайды шабысы жоқ. Кей надан ар ұятын жоққа сатар, тар кеудеде талшықтай намысы жоқ. Дуылда бот дегенде намысына, шалдырмайтын тұлпар ем шабысына. Кей жаман қулықпенен сұмдық сауып, мәз боп жүр тапқан арам табысына. Ән күңірене барып аяқталды. Ауылдың төбесі көрінді. Сол түні қазидың үйінде ауыл адамдары түгел жиналып мәре-сере болып қалды. Сері серпіліп көп ән салды. Соның ішінде жолда шырқаған жаңа ән де бар еді. Әні есімде қалмапты. Өлеңін сол үйде отырып жазып жаттап алып едім. Ақанның Оспан деген досы серінің науқастанып жатқанын естиді де көңілін сұрамаққа әдейілеп жолға шығады. Оның қасына сол ауылдан Мұхаметжан деген кісі ереді. Кезінде оның Ақанға тіл тигізген қиянаты болса керек, кешірім сұрап қалайын деген мақсатпен шығады ол. Олар келсе Ақанның науқасы қатты, қасында екі шал күзетіп отыр екен. Бұларды көрген сері қасындағыларға ымдап, басымды көтер деген белгі береді. Сонда Ақан бойына күш жинап, қалайсың қыраным асылым деп отырған Оспанға бір, одан кейінірек тізе бүккен Мұхаметжанға бір қарап алады да, оларды егімен нұсқап: «Мынау келген Оспан ғой, оны Ақанға жасынан тағдыр дос қып қосқан ғой, әрқашанда ол маған ақ ниетін тосқан ғой. Арғы отырған дұшпан ғой, Оспан келе жатқан соң қолтығына қысқан ғой» дейді. Мұхаметжан бұғып шөккендей болып қалды. Сонда Ақан ентігіп отырып: «Тіл тигізген қиянатың бар еді, соныңа кешірім сұрағалы келіп отырсың ғой, Мұхаметжан. Кештім» дейді де жымиып қана күледі. Мұндайда ол қарқылдап тұрып күледі екен, бірақ оған шамасы келмепті.